Сонда мен сендерге жай келген жоқпын, сендерге тапсырма ала келдім. Сол тапсырманы орындасаңдар, сендерге мектепке қабылдаймыз. Саяхатқа барғыңыз келе ме? Иә! Ендеше біз бүгін сол саяхатқа ғажайып пішіндер әлеміне саяхат жасаймыз. Ғажайып пішіндер әлеміне бізге жетуге оңай болмайды. Біз әр аялдамада тапсырмалар орындауымыз керек. Сіздер дайынсыздар ма? Иә! Жақсы онда балалар. Саяхатқа аттанайық. Армысың жер ана? Армысың жер ана? Армысың қайырлы таң? Армысың қайырлы таң? Армысың мейірімді жер ана? Армысың мейірімді ана? Армысың достарым? Армысың достарым? Бірінші тапсырманы орындайық. Жылдың 4 мезгілін аташы. Қыс, көктем, жаз, күз. Тамаша. Алтынай, айта қойшы. Бір аптада неше күн бар? Тамаша. Жарайсың. Бекөз, бір жылда неше ай бар бізде? Тамаша. Тамаша. Айша, қазір жылдың қай мезгілі? Көктем. Тамаша балалар, жақсы тапсырмаларды орындадыңдар. Енді келесі аялдамаға біз ата-ананы пішіндер білесіңдер ме? Шеңбер. Дұрыс айтасыңдар. Түсі қандай? Сары. Бұл біздің екінші аялдамамыз. Ендеше келесі тапсырманы орындайық. Мына секілді біздің конвертімізде тапсырма, білім қаншайым тапсырып беріппіз балалар. Келесі тапсырма топпен жұмыс жасаймыз. Мына ақ қағазға әртүрлі пішіндерді орналастырамыз. Қанеки балалар? Жақсы. Жақсы. Орналастырдық. Енді балалар маған түстерін айтамдар. Мынау қандай түс? Қызыл. Мынау қандай? Жасыл. Көк. Сары. Жасыл. Жақсы, тамаша. Ал атап жіберіңдер маған Қызыл. пішіндерді. Қандай пішін мынау? Төрт. Төрт күріш. Шеңбер. Үш күріш. Балалар, санаймыз. Нұралы санаймыз. Тамаша. Келесі Алтынай жалғастырады. Қанеки балалар, бұл қандай? Дұрыс айтасыздар балалар. Түсі қандай? Дұрыс айтасыздар. Қане? 1, 2, 3, 4. Дұрыс айтасыздар. Келесі біз тапсырманы орындайық. Білім қаншайым бізге тапсырып кеткен. Қанеки? Логика есептер дейді. Бірінші тапсырма дүкеннен ана дөңгелек екі топты әкелді. Біреуін алып үстіне беріпті. Неше топ қалды? Біреу, дұрыс айтасыздар, біреу екі топ мама әкелді, біреуін інісіне берді, біреу қалды. Дұрыс па? Дұрыс айтасыздар. Қолда неше саусақ бар? Қанеки айтыңдаршы. 5. Дұрыс айтасыздар балалар. Тамаша. Мына пішінді кім біледі екен? Қандай пішін мынау? Тамаша. Дұрыс айтасыздар. Түсі қандай қанеки балалар? Көргін. Дұрыс айтасыздар. Енді біз осы аялдама сопақша аялдамасы. Біз енді тапсырманы орындауымыз керек, иә? Білім қаншайым бізге қандай тапсырма? Мұнда жазып кетіпті қанеки? 1-ден 10-ға дейін және кері санау дейді. Қанеки? Қойшы мына сандарды. 1, 2, 3, 4, 5. Дұрыс. Енді кері сана. 5, 4, 3, 2, 1. Жарайсың.
Қандай жарайсың, тамаша. Міне бүкіл аялдамаға біз бүгін саяхаттадық, өттік, тапсырмаларды орындадық. Жарайсыңдар балалар. Енді білім қаншайым біз шығарса алуымыз керек. Жарайсыңдар балалар, бүгін тапсырманы жақсы орындадыңдар. Енді сендерді мектепке қабылдайтын болдық. Қош сау болыңдар, мен басқа балабақшаға барайын деп жатырмын. Барлықтарыңыз жақсы қатысыңдар, тапсырмаларды барлықтар орындадыңдар. Жарайсыңдар балаларым, тамаша. Әрекетті қорытындылай отыра. 5 саусақ әдіс тәсіл арқылы бағалаймыз. Сабақ ұнады ма? Жақсы, 5 саусақты көтеріп бағалаймыз, білдіреміз. Жақсы, тамаша балалар. Бүгінгі оқу іс-әрекетіміз аяқталды. Қош сау болыңыздар балалар. Бүгінгі ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің тақырыбы ғажайып пішіндер әлемі. Бұл оқу іс-әрекетінің мақсаты балаларда пішіндер жайлы ұғым қалыптастыру. Міндеті балалардың осы тақырыпқа қатысты қызығушылығын оятып, берілген мақсатқа жету. Балалар оқу іс-әрекетіне өте белсенді түрде қатысты. Сонымен қатар оқу іс-әрекетінің барысында басқа да ұғымдармен танысып, тапсырмаларды жетік орындап шықты. Соңғы бөлімде балалар 5 саусақ әдіс арқылы біздің ұйымдастырылған оқу іс-әрекетін бағалады. Менің ойымша балаларға бүгінгі іс-шара ұнады.